Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 15-ші күні. Ауыз ашарға бешбармақ дайындайтын боламыз. Мен бешбармақты газда емес, мультиваркада дайындайтын боламын. Ең алдымен осылай етімізді, картопымызды, сәбізімізді, пиязымызды дайындап қоямыз. Одан кейін мультиварканың ішіне осы дайындаған ет, сәбіз, картоптарымызды бәрін салып, үстіне суымызды құйып, менде ет жақсы тұз алғандықтан тұз қоспадым. Егер тұзға күмәндансаңыздар, біраз тұз қоссаңыздар болады. Одан кейін қақпағын жауып, осылайша 50 минутқа қоямыз. Енді мультиваркада етіміз пісқанға дейін қамырымызды илеп дайындап қоямыз. Бір жұмыртқаға тұзды суымызды құйып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылайша мультиваркада шағын адамға ет асуға болады. Үйлеріңізге аяқ асты қонақ келген кезде еттеріңізді мультиваркаға салып, салаттарыңызды дайындай бересіздер. Мінекей пісіп дайын болды. Етімізді бәрін сүзіп аламыз. Сорпасын сүзіп қазанға құямыз. Өйткені ет қайнау барысында көбіктері бәрі бетіне шығады. Сондықтан да сорпаны сүзіп қазанға құйып, газдың үстіне қоямыз. Одан кейін сорпамыз қайнағанша жаймамызды жаямыз. Жұқа қылып домалақтатып жайып шығамыз жақсылап. Мінекей осылайша жұқа қылып домалақтатып жайып алып, бірнеше бөлікке бөліп, қайнап жатқан сорпамызға пісіріп аламыз жайманы. Жаймамызды пісіріп алдық. Енді осылай әсемдеп дастарханымызға ұсына береміз. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.